Әлия Ибрагимова. Күнәдан арылудың жолы тәубе. Бірінші тарау. Тәубе көк жиегі. Аллаға бір жолата бет бұрып, одан кешірім тілемей ме? Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді. Мәида сүресі 74-ші аят. Сөздік мағынасы өкініш, шешім қабылдау, күнәдан бойын аулақ ұстау, бір тоқтамға келу, шынайы болмысқа ену дегенді білдіретін тәубе Алланың құлдарына берген сыйы. Құл тәубе жасау арқылы Иллахи шақыруға үн қатып, жаратушысына мойын бұрады. Терминдік мағынасы күнәдан саналы түрде бас тарту дегенді білдіреді. Ол Аллаға серік қосумен күнәдан тәубе жасау деп екі түрге бөлінеді. Тәубенің бұл екі түрі де адамды шайтан мен нәпсінің шырмауынан құтқарып, «Уа мүміндер, бәрің бір ауыздан Аллаға тәубе етіңдер, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер» аятында айтылғандай мәңгілік бақытқа бастайды. Тәубе барынша шынайылықпен ақырып, күнәнің кірлерінен арылып, сол нәпсіні тәкаппарлықпен Аллаға қарсы келу дертінен арылтқандар Алланың ауыр азабынан сөзсіз құтылып, мұратына жетеді деген аятты сырына қанық болу. Тәубенің нұрына шомылған жүрек кешірім сұрап, жүзін жаратқанға бұрып, қателерден құтылып, жәннаттың есігіне жақындайды. Хадисте айтылғандай, күнәдан тәубе қылған жан еш күнә жасамағанмен бірдей деген сүйіншіге қол жеткізген құл бар жан тәнімен Аллаға жалбарынып, енді қайтып күнәларға бой алдырмау үшін барын салады. Бұлай жасаған кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала бір құлының күнә істегенде өкінгенін көрсе, оның кешірім сұрауын күтпестен, сол заматта құлының күнәсін кешіреді деген сүйінші хабарын шындыққа айналуына себеп болады. Осы тұрғыдан алғанда, тәубе өкініштің нағыз өзі, және жанды жегідей жеген ар азабының сыртқа шығып, астағфируллахпен астасуы. Тәубе Алланың ғафур, рахим, афу сияқты сипаттарының жүзеге асуына және оның оң әсеріне себеп болады. Жаратқаның жасындай жарқ еткен сипаттарының сезінген құл денесін тоқ ұрғандай бір сәтке санасын сілкідіп, өз-өзіне келеді. Көңіл көзі ашылып, шайтан мен нәпсінің құрдымына қалай түсіп кеткенін көріп, таңдан басқа шарасы қалмайды. Ой санасы мен көңіл қалауына сын көзбен қарап, жоғын түгендей бастайды. Жаман ой әдеттерден арылып, жақсылыққа құштарлығы артады. Сөйтіп, жақсылық жолындағы жарыста жаңа нәтижелерге қол жеткізеді. Күнәнің кірінен тазарған жүрек жаратқанның құдіретін жақыннан танып, күн өткен сайын оған деген сүйіспеншілігі мен құрметі, құштарлығы арта түседі. Алла тағаланың сипаттарының сырына қанған сайын, жаратушы өз құлын мейірімі мол иләхи бояуына малындыра түседі. Мұндай марапатқа ие болған құлдың бойында өзгелерге деген өкпе-реніш, жек көрушілік пен кектің орнына мейірімі мол кешірім, жақсы көру мен сүйіспеншілік сезімдері пайда болады. Жақсылық пен жарасымға, мейірім шапағатқа талпынған адам қоршаған ортамен үйлесім тауып, бақытты ғұмырдың бастауына қол жеткізеді. Тәубенің осындай қасиетін білгендіктен болса керек, пайғамбарымыз оған Алланы игілігімен сәлемі болсын. Егер сіздер күнә жасамайтын болсаңыздар, Алла күнә жасап, тәубе қылатын құлдарын жаратып, олардың тәубелерін қабыл алған болар еді деген. Тәубе жасаған қателерін мойындаған соң, онымен бетпе-бет келу және қолмен істеген мойынмен көтеру үшін жасалатын жауапты қадам. Тәубе жүрек, сезім, ақыл, білім, сөз және іс-әрекеттің Алланың разылығы үшін бір арнада тоғысуы. Осылайша, жүрек жақсылықтың көкжиегіне бет алып, ақыл ақиқатты сезініп, сезім жаратылысқа мойын сұнып, болмыс атаулы жақсылыққа үндеп,
құл қолын жайып, жаратқанға жалбарынып, еріксіз егіліп, көз жасын көлдетеді. Тәубе, адам баласының өткен өмірінде жасаған жамандықтарының болашағына тұсау салуына мүмкіндік бермеу үшін күнә атаулыға тосқауыл қойып, жақсылық пен әдемілікке талпынуы. Тәубе, адамды тұншықтыруға талпынған жаман істердің кесапатынан құтылып, өткеннің келешекті құрдымға итермелеуіне жол бермеу. Жан-жаққа жағымсыз сезілетін күнәнің күлімсіз иісінен неғұрлым тезірек қашып, нұрға малынған тұп-тұнық таза ауамен тыныстауға талпыну. Тәубе, адам жанының психологиясымен етене байланыста болатын ең мықты шипа көзі. Ол адамның өмірін өзгертетін келелі кезең. Тәубе алдымен жүректе басталып, ақыл, болмыста көріп, іс-әрекетпен шарықтау шегіне жетеді. Тәубе адамға өмірінің ақ жолағын ашуға мүмкіндік беріп, оны Алланың мейіріміне қауыштырады. Тәубе сезімнен жеңіліс тапқан нәпсінің қатесін түсініп, әу бастағы болмысына қайтуы. Күнәлардың кесірінен тозаққа бет алған қисық жолдан шығып, аятта айтылғандай, жәннаттың жолына бет бұруы. Тәубе күнәға мойынсынбай, жүрек тыныштығы мен үміттің желкеніне жабысып, алға ұмтылу. Тәубе тақуалықтың табалдырығы. Қателіктерін байқаған құл одан қашып, күнәларын тұтқыны болып, көзімен жер шықмай, керісінше тәубесі арқылы күнәмен бетпе-бет жүздеседі. Жіберген қателіктер үшін басқаларға кінә тағып, немесе сол кездегі өмір шарттарын сылтауратуды қойып, жауапкершілікті өз мойнына алады. Бар жігерін жинап, батылданып, күнәсімен көзбе-көз келіп, оның себебін анықтап, саналы түрде одан бас тарту арқылы жаны жегіде жеген дертінен құтылады. Кешірілу арқылы кешірімді үйренген адам қателескен кезде басқаларға кінә тағуды тоқтатып, ішкі жан дүниесіне үңіліп, өзінен есеп алады. Жаман әдеттерін жақсы қасиеттерге алмастырады. Ол әрдайым қателікке бой ұрған кезде осылай жасауды өмірлік қағидасына айналдырады. Тәубе адамның шайтанның азғыруы мен құлқының қалауына қарсы тұруда өзінің осал тұстарын көре білуі, әлсіздігін мойындап, көз жасына ерік беріп, шарасыздықпен шарқырып, Алланың мейіріміне сыйыну. Тәубе адам баласының көз жасымен жазған өтінішін жаратқанға жеткізуі. Өкініштің жалына шарпылған жүректің сыздап, жан азабымен кірерге тездік таппай, қиналған күнәһар құлдың ұяттан өртеніп, Алланың алдында жанарын тайдыруы. Тәубе құлдың күнәмен күресіп, нәпсімен есептесіп, жүректің жарасын емдеп, күнәдан болған жараны жамап, жан тыныштығына қауышуы. Тәубе күнәмен кірленген өткен күннің көз жасымен жуылып, тазарып, өмірдің тап-таза жаңа бетінің. Тәубе құлдың құлаған жерден бар жігерін жинап, қайта тұрып, кемелдіктің баспалдағымен жоғары өрлеуі. Содан соң жаратқанның ризалығын алу үшін құлшылыққа ден қойып, көркем мінез құлықпен қаруланып, салих құлдардың қасиеттерін бойына сіңіре отырып, солар салған сара жолмен жүруге талпынуы. Тәубе құлдың жаратушысымен ортада кедергі болған ғапылдықтың пердесін айқара ашып, оны күл парша қылуы. Тәубе тек қана «Уа жаратушы жаббар ием, мен өкіндім» деумен шектелмей, адамның мінез құлқында түбегейлі өзгертеді. Тәубе құлдың әу бастағы жаратылыс мақсаты мен сөзі, іс-әрекеттерінің арасындағы сәйкессіздіктің жойылуы. Тәубе сабыр, ұстамдылық пен ерік жігердің бірігіп, ождан мен ерік жігердің нәпсіге қарсы күшейіп, жамандықтарға қарсы қасқайып тұрып, тура жолдан таймауы. Тәубе құлдың күнә атаулының көзін жойып, періштелер патшалығына апаратын даңғыл жолға түсуі.
әрі тәубе жамандықтың бір есігін жапқан сайын жаратқанға жеткізетін есік ашылады. Тәубе жаңадан қайта туу, рух әлемінің азаттығы, нәпсіні тәрбиелеу. Тәубе өкініш отының махаббат жалынына айналуы, қасіретке толған ғазиз жүректің айқара ашылған ақиқат терезесінің Алланың жамалына куә болып тамсануы. Тәубе адам үшін қымбат қысқа ғұмырда құлдың жамандықтың ауылынан алыс, жан тыныштығымен өмір сүруі. Тәубе адамның періште тәрізді күнәсіз күйге енуі үшін пенденің күнә вирусынан тазататын антивирус. Тәубе өмір мектебінің қорытынды сынағы. Бұл сынақтан өтпеген адам келесі сыныпқа көше алмайды. Өмірдің мақсаты Аллаға мойынсыну сынағынан өтіп, кемелдіктің баспалдағынан жоғары өрлеп, жаратқанның ризашылығына қол жеткізу болса, оның бақылаушысы тәубе. Құл нәпсісін тәрбиелемес бұрын алдымен осы бақылаушысының сынағынан сүрінбей өтуі керек. Тәубе үміт бақшасында бір жарған нәзік гүл. Бақшаға кіре алмағандар бұл гүлді жинай алмайды. Олар гүлдің бейнесін тек суреттерден ғана көретін болады. Тәубе күнә мен жамандықтарға бой ұрып, жаратылысын қайшылықтарға ұрындырған адамның жақсылықпен әдемілік әлеміне хижрет жасап, өз болмысына қайта оралуы. Күнә шайтан мен нәпсіге мойынсыну болса, тәубе арам ойлар мен шайтанның азғыруын жеңіп, жаратқанға бет бұруы. Күнә Алланың әмірлеріне өзінің кейінде мойынсынбау болса, тәубе осы қателікті байқап, күнәдан сақтану қажет екендігін сезіну. Екі түрлі адамды сипаттаған пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мүмін күнәләрін ойлағанда, оған күнәләрі таудай көрініп, өзі сол таудың астында отырып, әлгі тау үстіне құлап кететіндей көрінсе, күнәһар пенде күнәләрін мұрнына қонған масағырлы көрмейді деген. Күнә әдемі безендірілген, көрген жанның көз жауын алып арбайтын әшекей бұйым, дәмді тағам, тәніңді аймалы ескен жанға жайлы самал жел. Тәубе қателікті дер кезінде байқап, нәпсінің қалауын тізгіндеп, арам аталудан бас тарту. Әрбір күнә келесі бір күнәға жол ашатынын ескерсек, тәубе күнәнің шынжырын үзіп, адамды жамандықтан құтқаратын, жаратқанның жәрдеміне жол ашатын бірден бір қару. Күнә қалыпты жағдайда айналғанда, тәубе белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асады. Тәубеге ден қоймай, күнәдан бас тарту үшін күреспеген адамның сана сезімі тұмшаланып, сезімталдығы жоғалады. Күнә жасауға еті үйренген сайын адам үмітін жоғалтады. Сөйтіп, құрдымға қалай бет алғанын өзі де байқамай қалады. Күнәлар адамның өз-өзіне құрметін жоғалтуының ең басты себептерінің бірі болса, тәубе адамның жоғалған қадір қасиетін қайтаратынын кілт. Ең үлкен күнә күнделікті өмірде Алланы ұмыту болса, тәубе жаратушымен қайта қауыштыратын күш. Ең үлкен өкініш ақыретте Алланың мейірімінен мақұрым қалу болса, тәубе осындай жамандықтың алдын алуға берілген мүмкіндік. Сол себепті пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, үмбетімнің мүфлисі қиямет күні намаз, ораза және зекеттермен таразыға тартылады. Әлгі таразының алдында бәленшеге ұрысқаны, дүгеншеге жала жапқаны, тағы біреудің дүниесін жегені, енді біреуге әлімжеттік жасағаны бәрі айдан анық болады. Сауаптарының бір жартысы біреуге, қалғаны басқаларға таратылады. Сөйтіп, бар жиған сауабы ақысын жеген адамдардың ақыларын кері қайтаруға жетпей қалады. Әлгі адамдардың ақысын өтеудің бір-ақ жолы олардың қателерінің бәрін өз мойнына алу. Осылайша, өзгенің ақысын жеген адам оны мойнына жүктеп тозақтық болып кете барады деген. Міне құрметті тыңдарман, осымен Әли әпкеміздің күнәдан арылудың жолы тәубе атты кітаптың
алғашқы бөлімін аяқтадық. Егер кітап ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.